Білім қанатында. Имам Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. Екі білім ізденуші Әбу Хасан ұстазымен бірге керуенге еріп, Журжан қаласына жеткенде, асырдан өтіп, шамның уақыты болды. Журжан қаласы сол уақытта қиын күндерді бастан кешіріп жатты. Керуеннің жолаушылары кешкі намазды, кейін құптан намазын оқып, жолдан шаршағаннан ұйықтап қалды. Келесі күні таңертең Әбу Хасан қос шәкіртін ертіп медресенің ауласына енді. Жаңа ғана таңғы ас ішкен талабалар таңғы дәріске асыға дайындық жасап жатты. Бала Мұхаммед пен Ахмет талабалардың әрекеттеріне таңдана қарады. Әбу Хасан да таңғажайып сезімге бөленді. Содан кейін кезекші талаба бұларды бір бөлмеге ертіп келді. Қою қара шапан киген Исмаил ибн Сада осы медреседе фиқх және хадис ұстаз екен. Ол келушілерді күлімсіреп қарсы алып, бірнеше сұрақ қойып, медресеге келу мақсатын білгеннен кейін Мұхаммед пен Ахметті орналасу үшін өзге бөлмеге жіберді. Мұнда Исмаил ибн Сада мен Әбу Хасан екеуі тағы біраз сөйлесті. Әбу Хасан өздерінің Тус қаласынан келгенін, ертіп келген бұл екі бала өзінің ұлы емес, Мұхаммед Эфенди есімді кісінің аманат екенін, екі шәкірттің білім деңгейі жайлы баяндап берді. Жас Мұхаммедтің Құранды толық жаттап алғаны, фиқх пен кәләм білімін біршама үйренгенін айтты. Медресе ұстазы да өз міндеттері жайлы баяндады. Ол, енді білім беру міндеті біздікі. Алаңдамаңыз, мен балаларға өзім бас көз боламын. Олардың оқу үшін бәрін қамтамасыз етемін. Тек сізге айтарым, мұнда олар 5 жыл оқиды. Оқуын аяқтағаннан кейін, оларға ижаза беріп, үйлеріне қайтарамыз деді. Осылайша екі шәкірт оқу орнында қалып, Әбу Хасан Тус қаласына жолға шықты. Екі шәкірт үшін медреседегі алғашқы күндерін туған жерге деген сағынышпен өткізді. Ағалы інілі екеу бір-біріне жанашырлық танытып, қиын күндердің ауыртпалығын бірге еңсерді. Жас Мұхаммед анасына арнап үздіксіз хаттар жазып жүрді. Оқу барысында Мұхаммед өзінің алғырлығымен таныла бастады. Ол кәләм дәрістері өтетін күндерді асыға күтетін, бос уақыты болған болса кәләм ілімі туралы кітаптар оқитын. Ол бар күш-жігерін оқуға арнап, ұстаздар мен шәкірттер арасында тез құрметке бөленді. Медреседе талантты талабалар арасында жарыс өткізілетін, оған Мұхаммед те қатысатын. Бірте-бірте өзге шәкірттер оған қиын мәселелер бойынша сұрақтар қойып, шешімін сұрап келетін болды. Медресе ұстазы Исмаил ибн Сада да, жас шәкіртінің қабілетіне қарап, Журжан медресесінің білім нұрларының әсерінен, ғылым көкжиегінде жаңа жарық жұлдыз пайда болып келе жатқанын сезген еді. Журжан қаласына білім қуып келіп, көптеген қиын күндерді артта қалдырған екі жас жігіт енді білім ордасымен қоштасуға тура келді. Өйткені бұл күндері Мұхаммед пен Ахмад медреседегі 5 жылдық оқуды аяқтап, ұстаздарынан ижаза қағаздарын алғалы тұрған еді. Сол күні ұстаздар Мұхаммедті медреседе ұйымдастырылған рұқсат қағаздарын беру рәсімінде сөз беріп сөйлетті. Ол мұндағы 5 жылдық білім беру процесі туралы қысқаша баяндады. Бұл сөзді тыңдағаннан кейін, ұстазы Исмаил ибн Сада айналасындағы өзге ұстаздарға бұрылып, баяу дауыспен, мен болашақ ғалымның қараңғы түнде жарқырап, аспанды жарықтандырған жұлдыз сияқты жарқын сәулесін көріп тұрмын деді. Мұхаммед пен Ахмад Тусқа оралу үшін ұстаздарымен достарымен қоштасып,
Мұхаммед өзі жазып алып, жинаған ғылыми кітаптарын еліне апару үшін керуеннен арнайы түйе жалдап тиеді. Олар керуенмен бірге жолға шықты. Олар 5 жыл бұрын білім іздеп келген Журжан оқу бақытына ие болып, енді аналарымен қайта қауышудың бақыты мен қуанышына кезігу үшін Туз қаласына бет алды.